Бүгін біздер өте тез дайындалатын дәмді жұмсақ печенье әзірлейтін боламыз. Ол үшін қант қажет болады. Сол қантқа жұмыртқаны және де сары майды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Мөлшері төменде описаниеда жазылған, сол жерден көрсеңіздер болады. Жақсылап араластырамыз. Енді бұған кез келген шоколадты осылай кесіп, уатып салатын боламыз. Ұсақтарға бөліп. Және өлшенген ұнымызды, разрыхлительді және шоколадты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне бізде бірыңғай осындай масса шығады. Енді қолымызбен алып формасын жасаймыз. Кішкентайдан алып жасағандарыңыз жақсы, себебі бұл піскен уақытта үлкейеді. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 20-30 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне осылай шығады. Бұны әдемілеп, осылай формаларға кесіп қойсаңыздар болады. Жұмсақ болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Және де қыздар, менің YouTube арнамда осындай тегін мастер-класс бар. Бұны тек менің оқырмандарым көре алады. Сондықтан подписаться кнопкасын басып төмен түссеңіз көресіз.